Қарахан баба. Қарахан баба түрк даласындағы алғашқы мұсылман елі. Қарахан мемлекеті тұсында өмір сүрген һәм оның тарихына ықпал еткен ерекше тұлға. Қарахан өз заманында аса данышпан, құдіретті билік иесі. Заманында дүниені дүр сілкіндірген атақ абыройға ие болған. Мансапты билік пен шексіз байлығына қарамастан қарапайым тұрмыс кешкен. Сол кездегі атақ абыройы дүниені дүр сілкіндіріп тұрған. 10-шы ғасыр екінші жартысында көшпелі түркі тайпаларының арасында Қарахан тұлғасы аңызға айналып, оларды бір тудың астына біріктіруге шақырған идеологиялық ұстаным ретінде көрініс табады. Нәтижесінде Жетісу, Шу, Талас өңірін қаптайтын Қарахан мемлекеті орнайды. Қарахандықтар дәуірі кезінде елдің тұрмысы жақсарып, қой үстінде бозторғай жұмырт қалған заман болған. Ел билеген Қараханды халқы мәртебелі қайраткер ретінде бағалап, әулие тұтып, оның құрметіне кесене салған. Кейін арада жүздеген жылдар өтіп, Тараз қаласы қирауға ұшырап қалған кездің өзінде қала қирандыларының арасынан бой көрсетіп тұрған кесене жергілікті халықтың жадында қалған. Қарахан жайлы аңыздардың дені Айша бибі тағдырымен байланысты. Сүйген сұлуы Айшадан қапыда айырылып қалған Қарахан оның басына кесене орнатады. Өзі де өмірден өтер шағында Айша бибінің кесенесі көрініп тұратындай етіп жерлеуді тапсырады. Міне содан бері ғасырлар өтсе де Қараханның ардақты есімі, елінің абыройы, оның басына қойылған кесенесі ұрпақтан ұрпаққа тарихи сәулет ескерткіш болып жетіп отыр.